Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мадина. Бүгінгі тақырыбымыз аспирин. Бағасы қолжетімді, кейінгі жылдары аса көп қолданылмайтын аспириннің шын мәнінде денсаулықты түзетуге көмегі көп. Одан варикоз, остеохондроз, табан тепкісіне қарсы қолданылатын ерітінді әзірлеу жолын бөліспекпіз. Керегі 10 түйір аспирин. Оны ұнтақтап, үстіне 250 грамм арақ құясыз. Бетін жауып, 1-2 күн тұндырасыз. Бұдан суспензия пайда болады, яғни таблеткалар толығымен ерімейді. Өкшенің жарылуы, башпайлар арасындағы саңырауқұлақ, табан тепкісі кезінде қолдануы. Бірнеше қабатталған дәкені осы ерітіндіге малып, өкшеге башпайлар арасына керекті тұсқа жақсылап жағыңыз. Ерітіндіні кеуіп кетпес үшін тезірек полиэтиленмен орап, шұлық киіп алу керек. Түнде осылай ұйықтап, таңертең бәрін алып тастаңыз. Аяқты жылы сумен шайып, құрғата сүртіп, аяққа арналған крем майлаңыз. Процедураны әр кеш сайын жасаңыз. Алғашқы процедурадан кейін табанда жүрген сайын жаныңызға батып ауыртатын шпора күшейгені сезіледі. Ал 10 күннен кейін өкше мен табандағы қатты және тығыз тері сәл салонында арнайы күтімнен өткендей жұмсақ, нәзік болып шыға келеді. Осы ерітіндімен варикоз түйіндерін сүртуге болады. Ауырсыну кәдімгідей басылады. Әрине, бұны пайдаланбас бұрын дәрігермен кеңесуіңізді өтінемін. Сіздермен бірге болған мен Мадина.